Сапарғали Бекалиннің бала шоқан шығармасы. Сонаршылар тобында. Қысқы үйге кіргелі шоқандардың оқуы құнытты жүрді. Әубәкір молда да бұрынғыдай ауыл арасының шақыруынан босап, шоқанға парсы тіліндегі кітаптардан уақиғалы хикаяларды оқытып, білім өрісін кеңейте түсуді. Анадағы әжесі айтқан байлық та, бақыт та тиянақсыз. Ең тиянақты қасиет өнер білім. Жеті жұрттың тілін білген адам шалағай деген сөзді өзінің естелік дәптеріне Шоқан жазып қойған. Шоқанның көзден бергі оқуға деген ыждахатына Әубәкірдің көзі де іштей таңданады. Ол тек жай оқып қана қоймайды, оқыған кітабының уақиғасын бажайлап, түпкі мағынасын білуге ізденеді. Шоқанды аса қызықтырған Жәми ақынның Ескендірнамасы болды. Әубәкір өзі оқып Шоқанға мағынасын түсіндіре, кейбір жерлерін жаздырып отыр. Ескендір Зұлқарнайын туралы шығыс елдері ауыздағы аңыз әңгімелермен қатар Жәми жырлаған дастанда сондай қызық. Жас Ескендірді анасының үлкен данышпан ғылымға беріп отқаны, айғаным әжесінің білім оқуда деген насихат сөзіне ұшырады. Осыны оқығаннан кейін Шоқан бір күні әжесіне келгенде: «Әже, сіз Жәми ақынның Ескендірнамасын оқыған ба едіңіз?» деді. «Қарағым, оны неге сұрадың?» Шоқан жымиып: «Әже, Ескендірдің шешесі ақылды болған екен. Ескендірді ең үлкен данышпан ғылымның қолына беріп оқы. Сол оқу білімінің арқасында бар әлемді белемек болып үлкен жорық жасапты», деп Шоқан әжесінің önіне қарады. «Қарағым, ол дастанды мен оқығам. Сен де жақсы түсініпсің. Білімділік жақсы, мансапқорлық жаман емес. Ол әлемді аузыма қаратам деген озбырлықтан апатқа ұшырады ғой», деп әжесі сөзін аяқтады. Шоқан ойлана қалды. Айғанымда сүйкімді немересіне әдеттегі мейірбан ықыласынан басқа еш нәрсе айтқан жоқ. Ханымға амандық айтуға ауыл арасынан үлкен кісілер келген кезде ол әжесіне қош айтып, қырқыбаттап қар жауып тұрған. Алғашқы жауған қарды қызықтап үстінен қақпай үйге кірген Шоқан: «Ой, өзің қарға аунадың ба? Немене, аңнан келдің бе? Сен білесің бе, Атекем бүгін аттарын тағалатып, жолдастарына құсбегі Қожбанға құсын бабындама деді. Ертең бүркіт салуға шығады деп білген жаңалығын жеткізді». Жақыпты жүре тыңдаған Шоқан шешініп әкесінің үйіне барды. Әкесі жоқ екен. Онда отырған үлкен кісілерге әдеппен сәлем берді де бүркіт тұратын бөлмеге келді. Құсбегі Қобжан екеуі сары балапан деген бүркітті қолдарына алып, томағасын сыпырып, әр жерін ұстап отыр екен. «Атеке, аңға шығасыз ба?» деді Шоқан сыпайы ғана күлімдеп. «Иә, бұйырса, ертең мына күн сонар болар деп отырмыз, шығамыз». «Қандай аңға саласыңдар?» Құсбегі: Түлкіге саламыз». «Онда мен де барайыншы?» «Оқушы, оқу қалады ғой. Бір күнді молдадан сұранам». «Тонбайсың ба? Аңшылар тауға шығады. Оған жүре аласың ба?» «Тонбаймын. Мен кішкене емеспін ғой. Әжем айтқан, сен ересейдің», деді. «Әжен айтса жарайды. Бірақ молданмен келіс, жылы кейін, онда атынды бейсенге айтып тағалаттыр», деп Шыңғыс баласына рұқсатын да тапсырмасын да берді. Ел орынға отыра берген кезде сәлем беріп Қанқожа: «Ва, сәлемшілер, жоғары шығандар», деп Шыңғыс інісіне ағалық ажар білдіре құрмет көрсетті. Төрелердің кішісі үлкеніне алла ярлай, қолын кеудесіне ұстап иілетін әдетін істеп, Қанқожа ағасына қолын беріп келіп отыр. Қанқожаның жолдасы Тарғыл арланға серіктіре тағып, бір арлан тазы ұстаған жігіттен ауыз үйде қалып қойды. «Иә, ауыл амандық па? Әпекем сау ма? Қалай кештетіп?» деп Шыңғыс жол болсын айтты. «Бәрі де амандық. Әпекем жақсы. Біз осы жатқан жылқыға бір-екі рет қасқыр шауып мазалап жүр деген соң, мына тазыларды алып шығып едік. Күн райы өзгеріп, қар жауғансып, сіздер бүркіт салуға баратын болар деп әдейі кештетіп келдік. Қысқы тымақ деген секілді», деп Қанқожа жымия күлді. «Иә, біз әзірленіп отырмыз. Қанша қасқыр алдыңдар?» «Қара қат-қат болып, іссіз қасқырға ит қоса алмадық. 2 күндей бос жүріс болды. Жаман адырдан бір қасқыр көрініп еді, көл сағасына түсіп,
маңайлатпады, деді Қанқожа жай сөйлеп. Өздерін қасқыр қуалаудан қажып қалған екенсіңдер ғой. Онда жақсы, иттеріңді ат тізесіне салып жүдетіп алған жоқсыңдар ма? Бізбен аңға шығам десең, жолдастарын иттерін күтіп ауылда болар. Бүркіт пен иттің қабаттасуы жазым болады, деді Шыңғыс. Ол дұрыс. Сіздің сары балапанның өнерін алаңсыз көрелік, деген сөзін Қанқожа әзілде айтты. Қонақтар тамағын жеп болып, ел жатуға қамданған кезде таяудағы жылқы қосынан бір жылқышы асығып келіп хабар берді. Әлгі қызыл іңірде жылқыға қасқыр шауып, бір жабағыны жаралап кетті. Түн болып жылқыны тастап қуа алмадық. Мына көмбе сонарда одықтасып қуып бетін қайтармаса, сірә қосқа маза бермес деп келіп тұрмын, деді. Ал сенің іздегенің табылды, қасқырынды қу. Біздің ауылдан да, жылқышыдан да кісі ел. Аттарын әлсіресе жарау айғырлардан жаланаландар, деп Шыңғыс інісіне қысқасынан бұйрық берді. Күйші көкеме күй тартқызбадық, деп Шоқан Қанқожаның күйін тыңдауға құмар. Ол қасқырын соғып әкелсін, біз түлкі алдырайық, сонан соң көкенің күйін күндіз-түні тұрамыз, деп Шыңғыс баласының тілегін кейінге қалдырды. Қар ел орынға отыра басылды. Қайта-қайта далаға кісі шығарып, күн райын бақылатқан Шыңғыс, сәті болса, нағыз қансонар болады. Жел лебі күн шығыстан білініп тұр ғой, боран болмайды. Жер бетінде тірән болса, ізі бадырайып жатады, деп жатарда қосшысына да, атшыларға да таңғы жеңіл ұйқы қанғанда атқа мінетінін тапсырды. Шоқан әке бөлмесіне әзірлікпен жатты. Аңшылар атқа қонғанда таң алдындағы алғашқы шақар қардың ызғырығы жылы үйден шыққан адамдарға тіксінте суық тиді. Ат қызуымен бойларын жылыта, желе жортып, күрке тіккен адырына қарай тартып келеді. Шоқанға арнап алып қалған мақпал қара бестіге бейсен Шоқанның қыз қарасы деп ат қойған. Ойнақтаған жеңіл жүрісті қыз қара аңшылардың алды-артына орайды. Шоқан ана адырға жеткен соң қағушы етекте қалып, Қобжанмен біз ең биікке шығып тығыз ұстаймыз. Ол кезде атыңның басына ие бол, даусыңды шығарма. Егер де көзіне түлкі көрінсе, ақырын сыбырлап айт, деп Шыңғыс баласына өзі білетін аңшылар әдісін үйретті. Жаздағы қаршыға, тайғын салу сияқты құс алдырғаны болмаса, қысқы бүркіт салу тамашасына тұңғыш шыққан Шоқан әрбір аңшының атқа отырысына дейін тамашалауда. Ал осы жерде айырыламыз. Біз төремен анау тұғырға шығамыз. Құр кетіккеннің жалғыз биік шоқысы бүркіт ұстар сол. Біз бой көрсеткенше сендер мына балықтан із кесіңдер, деп Қобжан ендігі билікті өзіне ала ақырын ойлеп барлық аңшыларға әмір берді. Ал төре, кеттік, таңда ағарып қалды. Тезірек жүріп, тұғырға шығалық, деп Қобжан жорта жөнелді. Шоқанның қара бестісі басымен алысып ала жөнелді. Тізгінін қамти ұстап, әке айтқан тәртіпті бұлжытпай орындауға тырысып, Шоқан да жортып келеді. Алғашқыдай емес, атының басын өзіне бағындырып ширап алды. Бүркітшілер тобы тұғырға келіп, бүркіттің томағасын сыпырған кезде шығыс жақтан құлан ектеп көтерілген таң сәулесі айналаны айқындап келіп қалып еді. Ойдағы қағушылар да бұларды көре салып, сай-сайды көбелеп дыбыстай бастады. Шоқанның екі көзі Қожбанның қолындағы бүркітке басынан Қобжан томағасын сыпырғанда бір сілкініп алып, шаншыла бүкіл атырапқа құлжи қарады. Жүнің жыға қалды. Сонша болмайды. Қобжанның қолынан етпетінен түсе лап қойды. Қобжан қолын көтеріп сілтеп қалды. Қыран атып аспанға шықты. Әне көрдің бе? Қожбан түлкі, деп Шыңғыс қолындағы дүрбісімен құрып кеткен адырының шұңғын шығыс тепсініне үніле қарап отыр. Көрдім, сары балапан да солай құйылды. Сәт қанды басын бері тарт, деп Қобжан атын жамбасқа тартып жіберіп, тура ойға қарай шаба жөнелді. Балам байқа, шаппа,
біз жай баралық деп Шыңғыс Қожбанмен ілесе жөнелем деген Шоқанды шақырып алды. Адырды қырқалай құстың ұшқан бетінен көз айырмай келе жатқан Шыңғыс бір қырқада атының басын тартып тұра қалды. Қожбанның шауып жөнелген бетінен көз айырмай біресе құсқа, біресе түлкі көрінді деген жобаға қарап келе жатқан Шоқан әкесінің қасына келіп: «Атеке, түлкі қайда? Бүркіт алды ма түлкіні?» деді. «Жоқ, әлі түскен жоқ. Әй, түлкі ғой, қорымға кірмесе жарар еді», деп Шыңғыс дүрбісін қайта-қайта жөндеп қадағалап тұр. «Әне, түсті білем. Қап, қуық ілдірмей кетті ме?» деп Шыңғыс сасқалақтап атының басын жіберіп, тура қырдың басына қарай шапты. Әкесінің жобамен жүгіріп келе жатқан Шоқан: «Атеке, бүркіт қонған жоқ. Әне, қайта айналып көкке шықты», деді. «Я, көріп тұрмын. Түйіліп барғанымен төсер жері жайсыз болған ғой. Енді қайтер екен?» Сонша болмады. Қайқан еткен аспанға атып шыққан бүркіт қайта құйылып жерге қарай ақты. «Я, сәт, қаңды басын», деп Шыңғыс атын темініп жіберіп, қырқана жоталай жүгірте жөнелді. Қызқараның тұқыра ұмтылған қарқынына жібермей Шоқан да шауып келеді. «Алды білем», деп Шыңғыс бір тұрғыда тұрып, тұра қалып дүрбісін қолына алды. «Атеке, әні, алды», деп Шоқан бүркіттің түлкіге түскені әкесінен бұрын көріп, тұра шаба жөнелді. «Тоқта, Шоқан, байқа, жығыласын, алдың терең құз», деп Шыңғыс айқайлап. Қырқараның ағындағы басына ие бола алмай Шоқан құйғытып барады. «Өрге тарт, деп Шыңғыс түлкіден бұрын баласының жайымен есі кетті. Дес бергенде Шоқан Қызқараның басын қарсы бетке бұрып әрең белеп алды. Құйысқандағы сайлы ер тоқымын мойнына кетті. Баласының қасына келе Шыңғыс сылбырынан іліп алып, өзімен қатарластыра сар желдіріп, бүркіт пен түлкі айқасқан өзекті қабағына шыға келді. Қожбан да келіп аттан түсіп, сары балапан бүріп алған түлкінің белін сындырып тастап, қыранға тілін суыртып отыр екен. Сол жерде қағушылар да келіп қалды. Будыраған әппақ қардың үстінде қызыл орман түлкіні жауырыны бүркілдеп астына жұмарлай басқан қанды көз қыранға Шоқан таңдана қызыға да ойлана да қалды. Тілін суыртып, Қожбан бүркіттің аяғынан түлкіні босатып алып, құйрығына ұстап, қарға олай бір, бұлай бір аунатты. Үстімдегі ең жолы үлкен Шоқан жан ғой, бұрын аңға шығып көрмеген. Барам қылып, қанжығасына байлайыншы деп алып келіп, Қызқараның басын қымтай ұстап тұрып, ақырын байлап, ырымын істеді. «Әжене ғой істетеміз. Тырнақалды ең байланып атқа мінгенің», деп Қожбан түлкінің өзінің қоржынына салды. «Иә, Қожекен дұрыс айтады. Әжесі мүшелін толады, ересек болдың депті. Той сол кісінікі» деген сөзін Шыңғыс қуана да сүйсіне де айтты. Ол екі түрлі мақтан үстінде тұр. Алғашқы сонарға алып шыққан бүркітті сәтті болып түлкі алды. Оны өзінің тұңғышы Шоқан жолы үлкен болып байланып тұр. Ал Қожеке, тағы түлкі қараймыз ба, жоқ ауылға ораламыз ба деген Шыңғыс сұрағына Қожбан құсты қолына қондырып, томағасын кегізіп, жемсауын санын ұстап тұрып: «Сендерге осы түлкіден басқа із кездесті ме?» деп қағушылардан сұрады. «Бір із кездесіп еді, ол ана бір өзекті тышқан аңдыған ба, бірақ айналып жүріп де қоян соққанның жалына тартып кетіп. Басқа із кездескен жоқ. Әлі уақыты ерте. Құстың тартқан қызылы көп емес. Тояттаған жоқ. Төре алыссынбаса, сол түлкінің ізіне түсіп көрелік. Ізді байқадыңдар ма? Таң алдында жортып па, жоқ ерте жортып па?» деп Қожбан құсты қолына алып атына мінді. «Ол арасын анықтап қарамаппыз. Қазір анықталық. Сіздер солай қарай тарта беріңіздер», деп кексе ұзын қара сақалды әжібай. «Иә, солай болсын. Ал төре, біз жүрелік. Бірақ ізді анықтағаннан кейін сендер хабар беріңдер. Бет алды жүріс болмасын. Егер із іңірде болса, онда түлкі қоян соққанға жатпайды. Ол қособаға тартады. Олай болса, оған әуре болмай-ақ ауылға ораламыз. Баланы тоңдырып алармыз. Тағы сонар болады ғой.
Оны атырапта түлкі болса қайда кетер дейсің? Осыны айтты да Қожбан Әжібайға, Шыңғысқа қарады. Иә, ол дұрыс, деп Шыңғыс Қожбанмен қатарласа қоян соққан алдырына бет алды. Қожбанның қағушыларға сергек тартып беруін Шоқан үнсіз абайлап әкел қатарында жүрді. Бұлар тұрып кеткен адырынан жазыққа түскен кезде қағушының бірі атой бере қолын бұлғады. Немене, аналар тағы жана іс көрді ме, неге атой берген екен деп Қожбан да Шыңғыс та тоқтала қалып қағушы хабарына зер салды. Қолын бұлғай жүгіртіп келе жатқан қағушыны тосып бір қабақшаға көтеріле берді. Сонша болмады. Таяудан келіп, із іңірде көрінеді, анықтадық, деді. Мына келген жігіттің сөзін тыңдап болып, аз кідіріп тұрды да Қожбанға, онда әуре болмалық, ырымсыз емеспіз. Шоқанжан тонып қалар, қайталық, деді Шыңғыс. Жақсы, онда ауылға тарттық қой. Алдияр деген Қожбан даусы шыққанда сары балапан шыңқылдап шақырып жіберді. Бүркіттің бұл дыбыстағаны несі дегендей Шоқан Қожбанға қарады. Шоқан құстың шақырғанына таңданып келесің бе? Ол жаңағы біздің дыбысымызды естіп үн қатып келеді. Есінде болсын. Шоқанжан бүркітпен түлкіге шыққан аңшылар сыбырлап қана сөйлеседі. Өткені көзі томағайлы құс дыбыс беріп шақырып қояды. Ал бүркіттің даусын түлкі көш жерден естиді, қашып кетеді деп Шоқанға Қожбан аңшылық жайынан тәжірибе кеңес берді. Бүркітшілер келгенде ауыл адамдары сыртта күтіп тұр екен. Шоқанның алдынан шыққан сары бәйбіше ырым болсын деп уыстап бауырсақ шашты. Ханым шашуы ырым деп жігіттер бауырсақты терісіп алды да үйге бет. Тойдың үлкені әжесі істеді. Өзі айтыпты ғой Шоқанға, сен енді мүшеліне толасын, ересейдің деп. Сол ересейген баласы аңғат шықты, түлкі алдырды деген Шыңғыстың сөзін жігіттер іліп алды. Қоржынмен үйге алып кірген түлкіні сойып, терісін Қожбан кергі ағашқа кигізіп, ауыз үйге ілгесіп қойды. Әлгі қасқыр қуғандардан хабар жоқ па, деп Шыңғыс Қанғожа тобын сұрастырды. Ол жақта ешкім келген жоқ. Кім білсін, неғып бөгеліп жатқандарын, десті ауыл адамды. Хабар жоқ қой. Егер олар қасқыр алдырса, ауылға хабаршы келсе керек еді, деген сары бәйбішенің сөзіне Шыңғыс. Олар келсе бәрі тұтас келеді ғой. Кешігулері жай емес шығар, деді. Аңшылар шайға отырып, бүгінгі сары балапанның түлкі алған әдісі алуан түрлі сөз болып жатқанда, Қанғожа тобы да қайтып келді. Сәлем беріп кірген Қанғожаға, алейкуассалам, қалай, майланды ма, деді Шыңғыс. Майланбады. Түлкіден де қағылып, қасқырды сорға түсіріп, мүлде рәсуамыз, деп Қанғожа әдеттегі жылдам сөйлейтін әдетімен бір жайды бірақ айтпақшы. Шоқанжан түлкі алдырып, өзі байланып, тырнақ алдысы құтты болсын, үйге түскен аты болады ғой. Өзі үлкен кісіге тымақ болатын бір жүндес түлкі екен, деп Қанғожа сөркеге шыбық сала сөйледі. Кім кисе де әйтеуір тымақ болады ғой. Кім алса да әжесінің алдынан алады, деді сары бәйбіше қайнысын орғыта. Сендер толып жүріп қасқырды сорға қалай түсіріп алдыңдар? Арыстандай 6 жігіт, 3 тазымен ылғи жарау атпен деген Шыңғыстың кінәлай сөйлеген сөзіне інісі ішінен ренжісе де қарсы сөз айтқан жоқ. Бір сәті болмаған жүріс болды, деді де шайға бас қойып үнсіз отырып қалды. Қанғожаның ренжіп қалғанын байқаған сары бәйбіше, түздің аны түйе емес қой, бұйдалап алып еріп отыратын. Қисыны болмаған шығар, бүгін алынбаса тағы бір күн алынар, деп аға мен іні арасындағы сәттегі көнісіздікті жадырата сөйледі. Әңгімеші Әжібай Жапекайдың бір ұшқырлығын айтып, елді күлдіртіп әзіл ойынға айналды. Бүгін қоян соққанға шығамыз деп гуілдесіп отырғанда, ел жата боран көтеріліп, сонарды бұзып, аңшылардың ойлағаны болмай қалды. Бүркітші Қожбан құсына тоқ жем беріп, шошаладан ас үйге әкеліп, тұғырына қондырды.
Бала Шоқан шығармасын тыңдап, ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің каналыма келіп қойыңыздар.